Мынау аяққа арналған шуашты кетіретін, аяғы қысы жаз терлеп жүретіндер болады, қандай аяқ киім кисе де. Соған міне шөп дәріміз. Мұны араластырып қойылады әдейі. Бүгін көрсетеміз қалай қолдану керек жаңағы видеосын. Қазір бірінші аяқты ең алдымен жуып алу керек. Жуып кептіріп аласыздар. Кешкісін жатарда сөйтесіздер де мынау тұрған өнімді енді алып аяққа жағу керек бұны. Қазір біз бір аяққа ғана көрсетеміз. Міне қалай жағатыны барлығын. Міне аяққа осылайынан жағамыз әдемілеп. Кешкі жатардан алдын. Енді сіздердің аяқтарыңыздың көлеміне қарай өздеріңіз. Енді осыдан кейін анау салафан. Біз келетін салафанды ала бергендеріңіз дұрыс. Бұны енді бір күнге үйреткенге, көрсеткенге деп кішкентай ғана болып қалды. Өзі үлкен салафан болғаны жақсы. Себебі мына жерден байлап қойып, сыртынан носки кию керек болады. Міне носки киіп те көрсете салады болмаса. Мынау носкиді киеді сыртынан. Сөйтіп осымен ұйықтайсыздар. Енді бұны таңертең тұрғаннан кейін қайтадан шешу керек болады. Таңертең ұйықтан тұрған соң мына носкиді шешіп, мынау салафанды да шешу керек сол кезде. Енді бұл салафанды шешкен соң сразу жуа салмау керек. Бұның емі сол кездерде де жақсы жүріп жатады. Мынау теліп тұрады азанда. Осы теліп тұрғанды таңертең бір 5-10 минут күтсеңіздер, мынау өзі сіңіріп алады, тартып алады. Содан кейін барып қана жуып, сосын носки киіп күтіну керек. Енді жаңағыдай бір ем аяқталғанша бір 10 күн кетсе де, жаңағыдай суға батырмай, балық аулайтындар вахтада істейтіндер бар. Суық ұстамай жылы күтіну керек болады. Одан кейін бір жақсылап кетіп алған соң бір 5-10 күнде уже ары қарай жаңағыдай телемейтін де болады, иіс те шықпайтын да болады. Сол жаңағы бұны заказ беру үшін мынау аяқтың өніміне шуашты жаңағы немені кетіруге арналған, терлеуді кетіруге арналған өнімге заказ беру үшін 8707 257 1419 WhatsApp-қа жазыңыздар. Мен есімім Нұрқаділ. Басқа да видеолар көрсеңіз болады. Осындай емдік шөптер жасаумен айналысамын.